Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мен Әйгерім. Үй жағдайында үйіңізге қонақ келсе тез дайын бола қалатын чак-чактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, ас сода мен тұзымызды салып, бенчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы біркелкі масса болып араласу қажет. Содан кейін ұнымызды ұн елегіштен өткізе отырып, қамырын елейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде ұн елегіштен өткізіңіздер, себебі ауа алмасып әдемі болып шығатын болады. Ұнымыз бірінші ұн елегіштен өткізіп, алғашта бенчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін барып қолменен қамыр елейміз. Қамырымыз қатты, жұмсақ, қатты болып та кетпеу керек, жұмсақ та болып та кетпеу керек. Орташа қатты болып шығатын қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды 5-10 минутқа тұндырып қана қоямыз. Сосын істей берсек болады. Бетін пакетпен жауып 10 минутқа қойып қойдым. 10 минуттан кейін қамырымды алып жайдым. Қамырымызды алып жақсылап жаятын боламыз. Қамырымызды біркелкі етіп жаю қажет. Дәл пельменнің қамырына ұқсатып жаятын боламыз. Біркелкі етіп. Қамырымызды біркелкі етіп жайып алдық. Енді дәл видеодағыдай қылып, түшпәра кескендей қылып жайғастырып қойып шығамыз осылай. Біздер пельменді ірілеу етіп турасақ, бұнда майдалау етіп, чак-чакта майдалау етіп турайтын боламыз. Себебі майға түскеннен кейін қамырларымыз көтерілетін болады. Сондықтан майдалау етіп турағанымыз жөн. Қамырларымызды бір-бірінің үстіне қойып жайғастырып алатын боламыз. Барлығын бір-бірінің үстіне қойып жайғастырып кесетін боламыз. Мен бұл жерде толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Бір-бірінің үстіне қойып, дәл видеодағыдай етіп, төртбұрышты етіп, майда-майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұл жерде қамырымыз жұмыртқадан болғаннан кейін бір-біріне жабыспайды. Осылай бір-бірінен ажырап тұратын болады. Майымызға салып пісіріп алатын боламыз. Енді дайын болып пісіп шықты бізде. Мінекей қытырлақ керемет болып шықты. Молокомызды осылай салып, жақсылап араластырып жерсек, чак-чагымыз дайын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Сау болыңыздар.